Қазақ десең өзіңе тиеді. Жоқ, ол мағынада емес. Зәңгіге ұқсаған қара қошқылымыз бар, орыстан бетер шикіл сарымыз бар. Әр алуандығымызды айтамын да. Мысалы, сіз Луис Альбертини деген қазақты білесіз бе? Ал мен білем. Шын есімі Азамат. 2 жасында шетелдіктер асырап алып, Америкада өскен. Бәрін айтып қоймадым ба? Бейнеге де бірдеңе қалдырайын. Азамат Американың Мичиган штатындағы итальяндықтар отбасында тәрбиеленген. Шетелдік ата-анасының қалауымен Луис атанып, сол елде ер жетті, жоғары білім алды. Мен негізі Ресейдің Воронеж қаласында дүниеге келіппін. Қаным қазақ. Туған әке-шешем жұмыс істеп, Қазақстаннан Ресейге қоныс аударған екен. Кейін жағдайлары болмай, мені жетім балалар үйіне өткізген. Сол жерден қазіргі ата-анам асырап алды. Луистің ата-анасы кәсіпкерлікпен айналысады. Олар Ресейден Азаматпен қатар Жанна есімді қыз баланы да қамқорлығын алған. Она живет в Чикаго. Қарындасым Чикаго қаласында тұрады. Театр артисі. Жанна өте ақылды, бауырмал, екеуміз тату өстік. Луис Қазақстанға алғаш рет осыдан 3 жыл бұрын болашақ бағдарламасы бойынша ақш-та оқитын қазақстандық достарымен бірге қыдырып келген. Они показали мне казахская кухня. Олар мені қазақтың ұлттық тағамдары, мәдениеті, Абай Жамбыл сияқты ұлы тұлғалар бастаған әдебиетімен таныстырды. Америкаға қайта оралғанымда қазақ елімен іштей бір байланыстың бар екенін түсіндім. Романтикадан аулақпын әрине, бірақ бойымда белгісіз бір сезім биледі. Содан Қазақстан мемлекетін, қазақ ұлтын танып білу мен үшін өте маңызды екенін ұқтым. Осыдан кейін Луис Орта Азия елдерінің жоғары оқу орындары түлектеріне арналған арнайы бағдарламасы бойынша қазақ жеріне бір жола келген. Ол бүгінде Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінде қызмет атқарып, ана тілін үйреніп жүр. Я работал в Америке корпоративный маркетинг. Америкада үлкен бір мекемеде маркетолог болып қызмет атқардым. Жұмысым жаман емес еді. Бірақ мансап қуу, байлық мен үшін маңызды емес. Бастысы, өз ата жұртыма оралғым келді. Ресейде туылып, Америкада өскен Азамат өз отанына оралғанына қуанады. Ынтымағы мен бірлігі жарасқан тәуелсіз елде болашағының жарқын боларына сенімді. Франциядағы оқиғаны естіген әкем хабарласып, қауіпсіздігің үшін қорықпайсың ба деп сұрап жатыр. Мен бұл елде өзімнің қауіпсіздігім үшін еш қорықпайтынымды жеткіздім. Бастысы, мұнда тыныштық, тұрақтылық бар. Ал экономикалық дағдарыс ол бүкіл әлемде болып жатқан жағдай. Бұл өткінші нәрсе деп ойлаймын. Азамат ата-анасы мен қарындасына жиі хабарласып, қал жағдайларын біліп тұрады. Ол қазақ қызымен отбасын құрып, жақындарынан сүйінші сұрайтын сәтті де асыға күтуде.